Бүгін мына әруақ разы кейінгі жас ұрпаққа үлгі өнеге боларлықтай үлкен іс-шараға қатысып отырғанымызға біз шексіз қуаныштымыз. Өйткені Шолпан апай жалғыз Қарқаралының ғана тумасы емес, Қарағандыға ғана тиесілі өнерпаз емес, ол қазақтың Шолпаны, қазақтың жұлдызы. Кезінде 20 жасында ақтоқтын ойнап, қазақ өнерін 60 жыл бойына бүкіл кеңес одағына паш еткен, қалай шетелге танытқан үлкен дарынды актрисамыз. Бүгін сол кісінің есімін мәңгі есте қалдыру шарасы өтіп жатыр. Мен айтар едім, бұл болашақ ұрпаққа өнеге. Менің тілегім Шолпан апайдың әріптесі ретінде, сол кісінің шәкірт ретінде ең әуелі аудан басшыларына алғыс айтамын. Осы іске мұрындық болған барлық ат салысқан азаматтарға алғысымды айтамын. Болашақта жалғыз Қарқаралы емес, қазақ жерінен, қазақ елінде Шолпан апайдың ізін басатын өнерпаздар туа берсін, қалекелер туа берсін, тоқтарлар, нұркендер туа берсін. Рахмет.